Бүгінгі қоғамда белгілі бір өнімді шығаруға алып зауыт, Алпауыт концерн немесе мүмкіндігі жоғары өндіріс орындары қажет деген түсінік қалыптасқан. Алайда Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университет студенттерінің ізденісі оны жоққа шығаратындай. Мәселе мына өсімдік майлары аталған оқу орнындағы шағын цехта жасалған. Студенттер күнбағыс, зығыр, соя, мақсары майын өндіреді. Ең бастысы химиялық элементтер қосылмайды, таза өнім. Ал таза болғандықтан жарамдылық мерзімі ұзақ емес. Оқытушылардың айтуынша Калифорниядағы UC Davis университеті ұсынған жоба аясында жасақталған бұл платформа елімізде бір ғана оқу орнына, яғни агротехникалық университетке енгізілген. Біздің лабораторияда барлық шикізатпен және дайын өнімнің сапалық көрсеткіштерін анықтауға барлық жабдықтар бар және реактивтер бар. Соның үшін олар тек қана бұл жерде өндіріс емес, сол бастапқы, ортадағы және дайын өнімнің сапасын бұл жерде бағалайды. Өсімдік май өндіру цехы не Ресейде, не шетелде еш жерде жоқ. Біздікі осы Қытайда барған кезінде бір жерде ғана университетте көрдім. Ол да бұдан өнімділігі бұдан да төмен, бірақ еш жерде жоқ деп айтуға сенімдімін. Өсімдік май шығаратын өндірістерге біздің мамандар өте қажет. Биыл біз алғашқы рет өсімдік майларды өндіру технология бағыты бойынша бірінші біздің түлектеріміз шығып отыр. Теориялық білімді тәжірибемен ұштастырып, табиғи таза өнім өндіруді 2018 жылдан бері үйретіп келе жатқан университет оқытушылары біздің мақсат май шығарудан бұрын білім алушылардың тәжірибелік дағдыларын қалыптастырып, бәсекеге қабілетті, білімді маман шығару дейді. Содан да болар, әр студентпен жеке-жеке жұмыс жүргізіледі. Сонымен қатар магистранттар мен докторанттардың ғылыми зерттеу жұмыстарымен айналысуға толық жағдай жасалған. Біз қазір майлы дақылдарды дайындау, яғни мына жерде кептіреміз. Сосын мынау шнек пресс арқылы оны сығып аламыз. Біз бұл жерде қазір зығыр майын сығып алып отырмыз. Өнімділігі бұның 25-50 килограмм сағатына. Бұл жерде біз шикі май аламыз. Ол шикі майды біз тұндырамыз. Ол майды тұндырғаннан кейін, егер де ол рафинатталға қажет болатын болса, біз осы жерде өсімдік майды рафинаттау кезеңіне келеміз. Бұл жерде өсімдік май 4 процесстен өтеді. Біріншісі, ол гидратацияланады. Ол гидратация болған кезінде майдың құрамындағы фосфолипидтерден тазалаймыз. Одан кейінгі кезең ол бейтараптандыру. Оны болмасам барлықтарыңызға белгілі, ол рафинатталған май деп аталады. Тауар түсін беру үшін біз оны ағартамыз. Ол ағарту үшін арнайы топырақтар қолданылады. Ол Бразилияда, Америкада шығатын арнайы топырақтар. Ауамен оттегімен реакцияға кірісетін болса, топырақтың дәмі болады. Соның үшін вакуум астында болған кезінде май ағарып, сол май ағартқаннан кейін, мұна біздің фильтр пресс болып есептеледі. Рамный фильтр пресс бұл жерде өзінің арнайы белтинг деген матасы болады. Сосын сол мата арқылы біз сүзгіден өткіземіз. Міне көріп отырсыздар, мынаның ішінде міне рафинациядан кейінгі және топақтан кейінгі мынандай майдың құрамындағы қоспалардың барлығы осы сүзгіде қалып кетеді. 180 градустың ішінде вакуумның астында будың көмегімен біз бұл жерде майды иіссіздендіреміз. Сол кезде, бұл ең соңғы кезең, иіссіздендірілген майды тағы да бір сүзгіден өткізіп, аппаратымыз бар, майды құйып алып келеміз. Пандемияға дейін күніне 100 литр өсімдік майын өндірген бұл цех карантин талаптары күшейтілгенде уақытша жұмысын тоқтатуға мәжбүр болды. Бірақ студенттер үй жағдайында теориялық және практикалық білімін жетілдіріп, оқытушылардан онлайн режимде нұсқау алып отырды. Эпидемиологиялық ахуал тұрақталып, өндірістің жұмысы міне қайтадан жандана түсті. Енді студенттер жаңа технологияларға дағдыланып, тың жаңалық ашуға ұмтылыс жасап отыр. Біз қазір теориялық жүзінде өткенімізде, практика жүзінде өтіп жатырмыз. Мен қазір айта аламын, осыны қолымызбен ұстап, дәмін татып, ешқандай күмән жоқ екендігін. Және де ертең болашақта біз өндіріс орындарына барған кезде осындай университетіміздің арқасында, осындай цехқа келіп, жақсы тәжірибе алып, ертең жақсы маман болып шығуымызға ешқандай күмәнім жоқ екендігін айта аламын. Тағы бір айта кететін жай, дайын өнім тұтынушылары, оқытушылар мен студенттер. Өсімдік майларын арзан бағаға өздеріне сатып алуға университет жағдай жасапты. Ал одан түскен қаражат цехтың қажеттілігіне жұмсалады.